Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жоқ жерде пайда болған сүкун қандай сүкун? Арт сүкун. Харакатты түсіріп тастаймыз. Жоқ жерде пайда болған арт сүкун. Арт сүкун алдына мәт әріп келсе, не болады? Мәт әріп нешеге созамыз? 2, 4, 6. Біздің тәртелімізге 4-ге соза берейік, да? Одан кейін, ең бірінші қоф әріп бізде жуан келіп тұр. Жуан. Яғни истеғля. Бірақ жуан әріп мен сізге айтайын, ол 5-ке бөлінеді, жуан әріп. Ең үлкен дәрежеде жуанды қай кезде болады? Мәтпен келеді, мысалы қо. Одан кейін фатқа қо, одан кейін дамы қу, одан кейін сүкун әқы, одан кейін кәсіра қи. Мына үшінші дәрежесінде. Құл. Ләм әріп қандай сүкун? Бұрыннан бар сүкун. Құл. Бірге. Құл. 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 Махражы қай жерде орналасқан? Яғни мына тілді қаяққа тигіземіз? Мына күректіге жақын таңдай бар ғой. Бірақ қараңыз, мына нәрсе, мысалы, дәлді дыбыстап қарайықшы, әд. Не істеді? Жабылды ма толық тіл? Құл жабылды ма? Ортасын жабылады, қапталы ашық болады. Сол нәрсе. Егер сіз құл, егер сіз толық жапсаңыз, онда сіз қалқала жасап тастайсыз. Сол үшін маңызды махражы дұрыс орындау. Құл. Ол енді жақыр, ол бізде ауа, ондай нәрсе керек емес. Жақыр бар, истифаля, инхироф бар, оның ішінде сипаттар бар. Құл әуҙу. Әуҙу. Нешеге созу ваджib? 2. Ені қаран, созған кезде мына нәрсе болады. Әуҙу. Әуҙу. 2 іс әрекет. Әуҙу. 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 Қане бірге? Әуҙу. Әуҙу. Хамзаны не істейсіз? Лақтырамыз. Құл әуҙу. Құл әуҙу. Құл әуҙу. Құл әуҙу. 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 Зу, сақау. Сақау өріп қараңыз. Оша айтқанда, межзубная буква дейді. Не істейсіз мынаны? Свет жақсақ. Травишь на камеру? Коне, попробуй. Ты посмотри. Есть отсвечение? Вот все тогда. А то апалар мен құрметрі, мен олардың құрметрі. Қараңыз. Межзубна, яғни, сақау. Сақау деген көбінесе қандай қате жасайды? Жақындайды. Жоқ, жақындамайсыз. Әуҙу. Зу. Әуҙу. Әуҙу. Машалла. Зу. Межзубны. Әуҙу. Әуҙу. Хамзаны лақтырамыз. Биро, ро бізде өшіде жуан болады. Истигля тафим, жуан, ро. Ро қай кезде 100% жуан болады қай кезде? Дама, фаткалы келген кезде уже 100% ол жуан болады бізде. Ро. Одан кейін бә әріп шаддымен келіп тұр. Қалай болады? Не бар бойында? Чтобы біз тәштет дұрыс шығарышын. Тұншығу, шадды, шадид. Қараңыз, егер мен шығармасам, роббиннас, жоқ. Роббин. Сосын қараңыз. Бір шадда, одан кейін бізде қосамыз идғам, нунға кіреміз. Нунға кірген кезде бойында не бар? Ғунна бар. Ең кемел ғунна сипаты бар бойында. Ең кемел. Яғни кемелдігі емес. Кемелдігі мынада. Бироббиннас. Син әріп жоқ жерде пайда болған сүкун. Арт сүкун харакатты түсіріп тастаймыз. Оның алдына мәт әріп келді ма? Келді. Не болады? Мәт арт болады. Үкімі қандай? 2-ге созу ваджиб, 4-6-ға жайыз. Біз нешеге созамыз? 4-ге созамыз. Біз 4-ге созамыз. Егер 4-пен бастасақ, барлығы не істейміз? 4-пен аяқтаймыз. Тағы да. Құл әуҙу. Құл әуҙу. Құл әуҙу. Құл әуҙу. Бироббин. Бироббин. Прям носом. Бироббин. Бірге енді. Бин. Тағы да бірге. Бироббиннас. Түсіндікті ма? Машалла. Сосын синді не істейміз? Синді біз сонда қалай дыбыс білдіртеміз? Ақысын беру үшін бізге сифат тек. Қандай? Әс не кетті? Ауа кетті. Әс, рахуа, тұншығы жоқ.
Одан кейін әс деген кезде ол истифалі. Әс тілді бір қысымы жоқ, ол инфитах, және әс сафир, сықыру. Енді бір қайталайық. Құл әғузу. 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 Мәт. Әғузу. Әғузу. Осылай. Бираббин. Бираббин нас. Бираббин нас. Түсіндік па? Осыны қайталаймыз. Екінші